1400 жыл. Темірдің қалың әскері Иранда билік құрып тұрған жалайырларды талқандап, Қарақойлы елін жермен жексен етіп, Бағдатты басып алып, сонау Мысырда билік құрып тұрған Мәмлүктер еліне жақындады. Бұл кездері Баязид сұлтан Константинопольді аламын деп әуреленіп жатты. Ал Мәмлүктер билігінде бар болғаны билікті алғанына 1 жыл ғана болған. 14 жастағы Фарадж деген жігіт басқарып тұрды. Жасы 60-тан асқан қарт билеуші Әмір Темір жап-жас жігіт оңай тізе бүгер деп ойлады ма, алдымен елшілер жіберді. Алайда Фарадж Темірге бағынбайтынын, соғысуға әзір екенін көрсетті. Бұл оқиғалар содан 140 жылдай бұрын Хұлағудың әскері Сирия жеріне басып кіргендегі тарихқа ұқсайды ма қалай?